Сәлем баршаңызға. Бүгінгі біздің тақырыбымыз эко бағдарламасына кіру алдында қандай талдаулардан өтуге қажет. Ең бастысы бізге гормон талдауы қажет, шәует талдауы, онымен қоса ультрадыбыстық зерттеуден барлық ағзадағы органдарыңызды тексеріп шығасыздар, қалқанша безден бастап бүйрекпен аяқтап. Екіншіден, флюорография міндетті түрде қажет, онымен қатар инфекцияға тексерілу керексіздер. Соның барлығы дайын болған кезде дәрігер тексеріп, терапевт, эндокринолог өзінің ойын нұсқасын сізге береді. Экоға кіруге болады ма, рұқсат па, денсаулығыңызға зиян ба, зиян емес па. Не үшін біз сондай қатаң тексеруден өтеміз? Ең бастысы бұл ертеңгі күні сіздің протоколда стимуляцияны жоспарлау үшін қажет, дұрыс дозасын беру үшін қажет. Екіншіден, бұл стимуляция сіздің денсаулығыңызға ешқандай кері әсер немесе зиян әкелмеуі тиіс. Сол үшін міндетті түрде барлық тексеруден уақытылы өту керексіздер. Бұл бірінші экоға кірген кезде керек. Егер де программаңыз қайталанып жатса, тек қана мерзімі өткен талдауларыңызды қайталайсыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.